Тарихын тасқа жазған бабалар өмірін жас ұрпаққа кеңінен түсіндіріп отыру қажет. Бұл ретте балаларға, жастарға арналған қарапайым әрі қабылдауға жеңіл туындыларға баса мән берген жөн. Мысалы, деректі және көркем фильмдерді, анимацияны айтуға болады. Қасым-Жомарт Тоқаев, Қазақстан Республикасының президенті. Бәрекелді, баламыз да келді. Айналайын, Ахметжан, келе ғой, көмектес қане. Анау буылған дестерді бір жерге жинай бер. Күн батқанша біраз өндіріп тастайық. Жарайды ке. Ақырлықшы, қане таста. Таста деймін тарыны. Ахмет, саған не бол? Тірлік істесе тышқан қуаламай. Әке, тышқан масақталып қашып барады ғой. Алсын, тиіспе. Қабая, енді болмағанда ұстап алар едім ұрыны. Ой, бәрекелді. Қашып үлгерді ме? Жарайсың. Әке, несіне жарайсың дейсіз? Түсінсем бұйырмасын. Қаншама масақты үніне зу еткізді. Тары өзімізге керек емес пе? Оны бәрібір ұстаймын. Әкесі, шөлдеген боларсыз. Салқын қатық ішіп, шөл басып алыңыз. Болсын шешесі. Таңдайым кеткенін байқамай қалыппын. Қанекей? Ахметжан, қолыным, келсен де шөліңді бас. Балам, жаратылыста бар нәрсе бір-бірімен тығыз байланысты. Мәселен, сен екеуміз қазір не істедік? Қатық іштік. Дұрыс айтасың, қатық іштік. Сиыр сүтке қажетті нәрді шөптен алды. Көрдің бе балам? Қарапайым қатықтың қаншалықты жолдан өткенін. Шөп болмаса, сиыр сүтсіз қалар еді. Кіші, күш! Құстарға тиіспе. Торғайларды қума деймін, Ахмет. Сонда қалай? Тышқанға да, торғайға да арнайы тары ектіңіз бе? Әлбетте. Табиғатта тіршілік ететін әлсіздерге көмектеспесек, адамзат деген атымызға ұят емес пе? Кең болсаң, кем болмайсың деген балам. Әкесі керуен, жібек жолымен керуен келе жатыр. Охо, түйелері де тым көп екен. Түйелері көп болса, демек әкеле жатқан тауарының да көп болғаны. Қай күні темірші Келдібек ұста Яссының хан базарына жібек жолынан жүктері ауыр керуен келді. Бізге де жетіп қалады деп еді, рас болғаны ғой. Әке, Яссы біздің Испиджап сияқты үлкен қалама? Әрине, көне түркінің үлкен қаласы ғой. Яссыда білімді ғұламалар көп жиналған. Жақсы оқысаң, есейген соң сені де Яссыға оқуға жіберем. Әке, керуендер өтетін жолды неге ұлы жібек жолы дейді? Жолдың да ұлысы бола ма? Ахметжан, жібек жолы алыста жатқан Қытай елінен басталып, бізді көкті өтіп, ұзақта жатқан үнді жеріне дейін түрлі заттар алып барады. Сонда біз жақтан да саудагерлер тауар ала ма? Әрине балам. Мәселен, бізден мықты соғылған қару жарақты алып, басқа елдерге апарып сатады. Жолай отырардың қыш құмыраларында ала кетеді. Бізден басқа қалаларда қару жарақ жасамай ма не? Неге жасамасын? Жасайды. Бірақ Испиджапта соғылған қару жарақ әлемдегі ең мықты қару жарақ болып саналады. Сондықтан да
біздің жерге жау тұяғы тимейді. Апаң сүйсініп шетін шай. Ұстазың оқып беріп жүрген кітапта осы жолмен келген соң, ұлы жол болмағанда несі қалды? Кітаптары көп екен, а? Өткен жолы кітап саудагері келесіде көбірек әкелемін деген еді. Әке, кешке таман керуен сарайға барып, қандай кітаптар әкелгенін көрейікші. Жарайды. Барсақ барайық. Ал қазір іске кірісейік. Ассалаумағалейкум, ата. Уағалейкум ассалам. Ата, кітабыңыз көп пе? Оны қайдан білдің? Білмеймін. Бұлтықтанып тұрғанға кітап болар деп ойладым. Бәрекелді. Жерек бала екенсің өзің. Ертең базарға кел, бұл жолы көп кітап әкел. Иә, балам кітап оқуға құмар. Сізде бар кітаптарды көрмекші. Әбу Насыр Әл-Фараби, қайырымды қала тұрғындары. Өй, сен бала оқи алады екенсің ғой? Ал, әкеңнен ақша сұрап сатып ал. Бұл кітап 30 динар тұрады. Мұны жазған ғұлама ғалым осы өңірден шыққан Әбу Насыр Әл-Фараби. Әке, 30 динар деген көп ақша ма? Бұл кітаптың берер білімін салыстырсаң, 30 динар деген түк емес. Кітап өте құнды дүние. Ахметжан, менде бар жоғы 10 динар екен. Сондықтан бұл жолы саған кітап әпере алмаймын. Биыл көктем жайсыз болып, тарыны 2 рет еккенімді білесің ғой. 2-ші рет еккенге ұрықты қала хакімінің қамбасынан қарыз қалған. Тарыдан түскен ақшадан сол қарызымды қайтаруым керек. Ренжіме балам. Ахмет, шықсай. Жақып, сен қайдан жүрсің? Қолымдағы қағаздар не? Бұл сен кеше қызыққан кітаптың ішкі парақшалары ғой. Міне сен көр. Ой, сен мұны қайдан алдың? Саудагер бұрыла бергенде кітаптың ішінен жыртып алдым. Саған қажет болса сатып ал. Арзанға берем. Бар жоғы 5 динар. Мұның не? Есің дұрыс па? Қане бері әкел. Көт жары? Бұл енді менің парақтарым. Сен алмасаң, басқа біреулерге сатам. Жақып, бұл парақтарды саудагерге қайтару керек. Сен ол кітапқа қаншалықты зиян келтіргеніңді білесің бе? Бұл парақтар болмаса кітап түсініксіз болып қалады ғой. Жаның ашып бара жатса, сатам. Сатып ал. Сатып ал? Қалайша? 5 динарға? Жақып, ол дегенің көп ақша ғой. Көп болса қайтейін. Мына парақтардың бетіндегі сөздер де көп. Сөзді қысқарт. 5 динар менікі, парақтар сенікі. Ойлан. Ахметжан, балам, көңілсізсің ғой. Әке, 5 динар көп пе? Оны қайтпексің? Айтыңызшы, көп ақша ма? Сен қалаған кітаптың құны жайша сұрадың ба? Ол ақшаны қалай табуыма болады? Кітапқа қажетті ақша тапқың келгені жөн екен балам. Қала сыртындағы тоғайдан түзу бұтақтар әкеп, ағаш қасы қойып, базарға сатып ақша жинауыңа болады. Шынымен бе?
жақсылыққа тілегі, соға берер жүрегі, адалдық пен мейірімге толы. Ақиқатты білетін, насихаттап жүретін, ізгілікке бастайтын жолы. Жарық балалық кезіңнен, нұр шашқан көзіңнен, даналық сезілген Ахмет. Бойыңнан білімге, құштарлық білімге, жүретін күлімдеп Ахмет. Сабыр, міне ақша келдім. Парақтарды бер. Ой, сен шынымен ақша келдің бе? Иә? Ой, өзінде қайтпай қалған екенсің. Мә, ал. Ассалаумағалейкум. Өткендегі кітапты алсақ деп едік. Сатылмайды. Бас жағын біреу жыртып ұрлап әкетіпті. Онсыз сатуға Құдайдан қорқам. Әке, алыңызшы. Өтеймін. Өскенде өзімде кітап жазып, бар қарызыңызды өтейтін болам. Бәрібір сатып алсам ше. Құнын түсірместен әу бастағы бағасына сатыңыз. Шынымен бе? Мынау кешегі сатып алған қаратайымыз ба? Саудасы келсе сатып, пайдасын көрейік. Ей, тайыңыз асау екен, өте үркек. Бас білдірер бірі табылса болар еді. Жуасытып барып сатпасақ болмайды. Әке, рұқсат етсеңіз, мен тайға бас білдіріп үйретіп берейін. Бала, сенің ондайды өнерің бар ма еді? Абайла Ахмет тым асау екен. Міне, енді тайыңызға міне беруге болады. Жарайсың, бала. Міне, сен қызыққан кітапты тегін бердім саған. Рас па? Алла разы болсын сізге. Саудаңыз сәтті жүрсін. Әумин. Кітаптың да білімі саған қайырлы болсын. Жүре ғой балам. Кітап білім бұлағы, ал білім өмір шырағы. Ахмет, кітабың қызық бекен? Не туралы жазыпты? Иә, өте қызық. Ғұлама Әл-Фараби, қала тұрғындары бір-біріне қайырымды, мейірімді болса, бүкіл әлем өмір жақсарады деген екен. Сен де ұрлықты қойып, қаржыны еңбекпен табуды үйрену керексің. Я, расында да ақылды кітап екен. Кітап емес, мұны жазған адам ақылды. Ахмет, міне, мынау сенікі. Алсаңшы енді. Менің кітапты жыртқаным дұрыс болмады. Әттең, мен сен сияқты кітап оқи алмаймын. Қаласаң, саған оқуды мен үйретейін. Рас па? Сонда мен де кітап оқып ақылды боламын ба? Кітап білім бұлағы, ал білімді адам әрине ақылды болады. Алақай, мен де кітап оқитын боламын. Ал енді оқу үйренуге қашан келейін? Қашан деймісің? Дәл қазір бастауға болады. Қане, бері жақында. Міне мынау альфа. Жақсылыққа тілегі, соға берер жүрегі, адалдық пен мейірімге толы. Ақиқатты білетін, насихаттап жүретін, ізгілікке бастайтын жолы.
жарым. Балалық кезіңнен нұр шашқан көзіңнен даналық сезілген